Экономика, бухгалтерия саласына қатысты аудармалар. Сәлеметсіздер ме? Тілдің дамығандығының бір көрсеткіші оның терминдік жүйесі. Кез келген тілдің терминологиялық қабатын салалық терминология құрайды. Салалық терминологияның бір бағыты экономикалық терминдер. Бүгінгі сабақта экономика саласына қатысты терминдер туралы сөз қозғайтын боламыз. Жаһандану заманында өзге мемлекеттермен саяси экономикалық интеграцияға түсу кезінде мемлекеттік статусқа ие қазақ тіліміздің байлығын сарқа пайдаланып, экономика, қаржы, бизнес салаларында терминдердің бірізділігін сақтау бүгінгі күнде өзекті мәселеге айналып отыр. Өйткені қазіргі таңда экономикалық қарым-қатынас орнатуда, банк ісі, жарнама агенттіктерінде, сауда қатынасында, бизнес саласында терминдер өз қағидаттарына сәйкес жасалмай, қисынсыз қолданыстар орын алып, сәтсіз терминдер кездесіп жатады. Қазақ терминологиясының даму жолының қай кезеңін алып қарасақ та, термин жасау, қолдану, біріздендіру секілді жұмыстардың бәрі мемлекеттік тіл саясаты шеңберінде жүргізілгенін байқауға болады. Жиі қолданылатын терминдерге назар аударайық. Аванс, авансы емес, аванс немесе алдын ала төлем. Акция, акция емес, акция. Акционерное общество, акциялық серіктестік емес, акционерлік қоғам. Алимент, тауқымет, нәпақа емес, алимент. Актив, актив емес, актив. Бұл сөз бір қатар салада қолданылады. Анализ, талдау. Аренда, жалдау, жалға алу, жалға беру. Арбитражная комиссия, аралық комиссия. Аукцион, төрікі емес, акцион. База, қор емес, база. Базис, тіреу емес, базис. Баланс, баланс, тепе-теңдік. Банкнот, банкнот. Биржа, биржа. Маклер, экономика саласында маклер болып қолданылады, ал философия және саясаттануда делдал болып та кездеседі. Бухгалтер, есепші емес, бухгалтер. Счет, есеп, шот. Бартер, баспа-бас. Накладная, жүк құжат. Автаркия, томаға тұйықтық. Надбавка, үстемақы. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termincom.kz сайтынан да алуыңызға болады.